сыртқа вообще қараудың қажет емес. Ол анау біреу машина алып жатады, біреу үй алып жатады, біреу шетелге шығып жатады, біреу күшті киім алып жатады, біреу подарка алып жатады, біреу өзіне новый телефон алып жатады. Оларға мүлдем қараудың қажет емес. Мүлдем. Сен өзіңнің өміріңе өзің қара. Болды. Тек қана жинай бермей, ол жинаған ақшасын уже адам өсіруге тырысу керек. Тек қана бизнес класспен ұшып үйреніп қалған адам, тек қана бренд киіп үйреніп қалған адам, қымбат жерлерде жүрем деп үйреніп қалған адам, ол өзінің ловушкаға түсіп қалғанын білмейді. Сенің өміріңде кішкене мән болу үшін сен өзіңе қарау керексің да. Вот қарызың беліңнен асып жатса, өзіңнің там жинаған ақшаң жоқ болып болса, несіне талтайып жүрсің? Өмірімнің барлығын басқа біреуге дәлелдеуге өтетін болсам, бұл кәдімгі қандай ғой, бір қақпан ғой. Өзіне назар аудару деген не ол? Бұл өмірінде артығынан құтылып, керегін қалдыру. Адам өмірінде бүкіл нәрсесін бәріне жете алмайды, қалаған нәрсесін бәріне. Ол бір затқа фокус қою керек, сол заттың түбін түсіру керек, бірақша айтқан кез. Бүгін потенциал подкастының 9-шы эпизоды. Армысыздар, және бүгін менімен Ғани ханым, және де бүгін Ғани ханым осындай карточкалар дайындап келіпті. Ол карточкаларда сіздерден жиналған сұрақтар бар. Сол сұрақтарды ашамыз. Солай ғой? Иә, мен сізге қоямын, сіз талдап жауап бересіз. Оны мен таңдаймын ба, немесе сіз осы ашып бересіз? Жалпы негізі реттілігінде ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Сол себепті мен ашып айту сұрай сізге қойып отыра берейін, иә? Мен таңдасам қалай болады, солай қызық болады. Олай да болады. Сіз өзіңізге ұнаған күшті сұрақтарды қойғыңыз жауап алғысы келген ба? Жауап алғыңыз келіп тұрған. Все, міне. Осы карточкалардан біреуін таңдаймын, иә? Кез келген біреуін таңдасаңыз ол болады. жерде ситуация болуы мүмкін, немесе Қараңыз, бұл жердегі сұрақтар енді бізге келетін адамдардың типтері әртүрлі болатындықтан, ол отбасылық проблемамен, қарым-қатынаспен келеді, ақшамен келеді, бизнеспен келеді, масштабпен келеді, әртүрлі проблемамен келетіндіктен мен мүмкіндігінше араластырып жинақтадым бүкіл запростарды. Яғни бұл жерде мүлдем не жоқ. Сіз түсіне алмайсыз қандай сұрақ түсуі мүмкін екенін. Жақсы. Мен онда қазір біреуін ашайын. Так. Қызық болып тұр. Давайте. Так. Ақша қанша тапсам да жетпейді. Атымда ешқандай мүлкім жоқ. Ақша жинай алмаймын. Жасым болса 30-ға келіп жатыр. Өмірім мағынасыз осылай өтіп кетеме деп қорқамын. Неден бастап өзгертсем болады дейді. Маған берсеңіз. Неден бастасам болады дегенде, неден бастайды? Ақша жинауды ма? Өмірімді өзгертуді деп қойған секілді. Себебі өмірім, соңғы сұрағы өмірім мағынасыз осылай өтіп кете ма деп. Яғни сонда бұл кісі өмірдің мәнін ақша жинауға келіп тіреп тұрған сияқты. Может, сол нәрсені сұрап тұрған шығар. Жақсы. Негізі мына сұраққа мен енді бір толығырақ жауап берейін десем, бүгінгі подкасттың уақыты жетпейді, но бірақ кішкене қысқаша жауап беріп көрейін. Мынау сұрақ, ақша қанша тапсам да жетпейді. Енді бір қазір қанша ақша табатын білмеймін бұл сұрақтың қойған адамда. Бірақ қазір енді бұл сұрақты қоятын болса, бұл кісі қазір, мысалы, былай деп алайықшы, айына бір миллион теңге тауып жүр деп алайық. Енді ол ақша жетпейді шынымен. Қараса, қазір бір 2 миллион, 3 миллион теңге тапса, бір жететіндей сезім болуы мүмкін да бұл адамға. Бірақ мен айтқым келеді, негізі бірінші ақшаны жинауды, оны жетпейтінін емес, бұл кісіге ақша жетпейді емес, бұл кісіге басқа нәрсе жетпейді. Оттан біз бірінші, мен осы қойған адамға, жалпы осы жерде тыңдап отырған адамдарға мынандай бір тапсырманы ұсынып көретін едім. Мен бұны аудитор ретінде, бір антикор ретінде, бір өзімді кей кезде бір добро жасап отқан адам сияқты сезінемін, бірақ маған коучингқа келген кезде адамдарға осы тапсырманы беремін. Бұл қарапайым ғана тапсырма. Соңғы 6 айдағы выпискасын шығарсын. Соңғы 6 айдағы. Каспиден немесе өзінің өміріндегі выпискасын шығарсын. Оны кәдімгідей қалам дәптер алып, бір шаблон, еш нәрсе бермей қойын. Жазсын сол жерге, мен осы айда мен миллион теңге таптым. Ол ақшаның осынша теңгесі, білмеймін, неге квартираға кетті, тағы неге кетті.
жаңағы жүріп тұруына, азық түлігіне деген сияқты сол расходтарын жазсын барлығы. Сосын бұл расходтан кейін тағы да бір андай адамдар бұны внимательно жасасыншы, кәдімгідей бір назар беріп тұрып ше. Өйткені әдетте жағдай мынандай болады. миллион теңге табатын адам табам дейді да, бір 500 мың теңгесінің қайда кеткенін біледі, бірақ 500 мың теңгенің қайда кеткенін білмей қалады адам. Кетіп қалды ғой дейді. Вот мәселенің барлығы осы кетіп қалған жерлерде. Шынымен ол сен таппаған жаңағы кетіп қалады ау деген ақшаларды шынымен жазып отыр. Вот даже арасындағы жаңағы 1000 теңге, 500 теңге, 5000 теңге ресторандарда барып счет төлеген кездерің, біреуге подарок алғаның, өзіңе бір шопинг жасаған, бәрін кәдімгі честно отырып жаз. Соңғы 6 айға керек. Сол кезде бұл адамдар бір қызық бір нәрсені байқайды. Әрдайым бір графаны табады. Бұл непонятный расходы деп алған. Адамның бір жарата беретін ақшалары. Енді осы графаны алған кезде, осы бір таблицаны алған кезде, адам өзіне сұрақ қойсын. Бұл ақшаларды жарату арқылы мен қандай эмоцияны жауып жатырмын. Бұл әдетте өзін бір жақсы көрсету жағынан, немесе бір басқаларға дәлелдеу жағынан болуы мүмкін. Немесе өзіндегі бір тәуелділіктері, біреу шопингқа, біреу басқа нәрсеге тәуелді болғаннан кейін, соның артында бір эмоцияларды жауып отқан болуы мүмкін. Осы эмоцияларға қарасын. Енді мен не үшін айтып жатырмын? Мысалы, сен қазір көбірек ақша тапқаннан кейде смысл жоқ, өйткені сен ар жақта кетіп жатқан дыраны білмесең, тесікті білмесең. Қазір біз 1 миллион теңге тауып жүріп 3 миллион теңге тапсақ та, біздің жарататын ақшамыз да 3 миллион болуы мүмкін. Біздің жарататын ақшамыз вообще 3,5 миллион болуы мүмкін. Қайттан сен минусқа кете беруің мүмкін. Сондықтан честно мойындау. И мен каждый қазір адамдарға қанша тапсам да жетпейді, анау мынау деген адамдарға мен айтатын едім, жерге түсіңдер, вот не надо. Вот даже мен білем, 300 мың теңге тауып жүріп, берекесін келтіретін адамды білем. 300 мың теңге тауып жүрген адамда и квартира, и машина, бәрі болуы мүмкін, бірақ 3 миллион теңге табатын адамда шынымен не квартирасы жоқ, не машинасы жоқ, не жинаған ақшасы жоқ болуы мүмкін. Қарасаң, бір қызықты бір затта, бір 3 миллион теңге тауып жүрген адамның сыртынан қарасаң, бәрі бар сияқты. Негізі олай емес. Бұл айтқым келеді да, сондықтан сол адамдар өміріндегі бір бір энтодағы бір проходной бал бар ғой. Сол сияқты өзінің өміріне бір компания сияқты болып қарасын. Бұл точка безубыточности. То есть менің өміріме қазір өмір сүру үшін плюс-минус осы ақша керек. И сен оны көп ақша тапқан кезде оны өсіре бермей, тура сол жағдайда ұстауға тырысу керек негізі. Мысалға, мынандай ма, мен бір ай сайын мен өліп қалмай өмір сүруім үшін, допустим, 400 мың теңге керек деп алсақ, мен 1 миллион теңге табуым мүмкін, бірақ ананы өсіріп жібермеймін. Анау всегда қанша тапсам да ананы өсіп кетпеуін қадағалауым керекпін ба сонда? Мен хотя бы оны бір 6 айға, 1 жылға өсірмейтін едім. Точканы кәдімгі комфорттан өзгертіп отыру керек, қымбат затқа бару керек деп айтады, но бірақ мен қазіргі өзімнің ойым оны бір неде ұстап отыру керек. Нормада ұстап отыру керек. Бұл компания сияқты ғой, кәдімгі мысалы мен компаниям болатын болса, мен аренда төлеймін, зарплата төлеймін, реклама ақша төлеймін. Тура сол ақшаны мен бір белгілі бір деңгейде ұстап отырамын. Содан кейінгі тапқан ақшалардың бәрі маған пайда болып саналады. Адамның өміріндегі де тапқан ақшасы бір прожиточный минимум деп алайыншы. Бұл каждый адамда бар. Прожиточный минимум. Біреу мысалы 100 мың теңгеге де нормально өмір сүру мүмкін. Адамның қабілеті, адамның бір өзінің бір қабілеті, қажеттіліктері бар. Кезінде, студенттік кезінде қарасаңыздар, мен айына 15 мың теңгеге де өмір сүргем. Айына 15 мың теңгеге де өмір сүргем. Ол сенің қазірге тауып жатқан ақшаң, егерде сенің бір кішігірім қымбат киім алмасаң да, немесе бір қымбат квартирада тұрмасаң да, қымбат тамақтарды жемесең де, ол сенің онша емес дегенді білдірмейді. Но пока солай. Содан кейін уже ақшаны сен бөліп үйренесің.
сол кезде уже бұл адамда бір жинай алмаймын деген кезде бір өзінің қоры пайда болады. Ол қоры өзіне кішігірім бір безопасность береді. Өзіңіз ойлаңызшы, мысалы сен жұмыс істеп жатсың, сенің бір депозитіңде немесе жинап қойған бір кішігірім өзіңнің бір қазақта енді черный день дейді ғой, мен бір черный день деп айтпайтын едім бұны. Бұл просто бұл сенің өзіңді бір сенімді ұстауыңа. Потому что мына жағдайда өзің минусқа апарып тастаған жағдайда сенің бір оборот алуың қиын да. Бұл андай сияқты ғой, бір зарядкасы отырып қалған телефон, анау қосылуы да кішкене уақыт алады. Тура сол сияқты адам өзін минусқа апара бергеннен гөрі кішкене өзіндік бір қоры болу керек. Сыртқа вообще қараудың қажет емес. Анау біреу машина алып жатады, біреу үй алып жатады, біреу шетелге шығып жатады, біреу күшті киім алып жатады, біреу подарка алып жатады, біреу өзіне новый телефон алып жатады. Оларға мүлдем қараудың қажет емес. Мүлдем. Сен өзіңнің өміріңе өзің қара. Болды. Сол кезде уже бұл адамда бір өзінің бір жинаған ақшалары пайда болады. Бірақ бір мәселе, тек қана жинай бермей, ол жинаған ақшасын уже адам өсіруге тырысу керек. Көбейтуге тырысу керек. Бұны мен қарапайым ғана алам. Мысалы, әлем енді бізде қазір неопределенный, қазір кризис дейді, басқа да бір доллар өсті, түсті, недвижимость өсті, түсті, ана жақта анау қымбаттады, мынау қымбаттады деген сияқты нәрселерге фокус аудара алмаймын. Өйткені мен оларға аударатын болсам, менің назарым оларды контрольда ұстай алмайды по-любому. Мен қанша доллардың өсіп кетуін ойласам да, мен оған әсер ете алмаймын. Единственный менің әсер ете алатын затым, бұл менің бір сағаттық құным қанша теңге тұрады. Соған байланысты мен уже шешімді шығару керекпін. Мысалы, менің қазіргі бір сағаттық құным, мысалы, бір 1000 теңге болатын болса, менің бар ойлайтын затым, мен сағатына қалай 2000 теңге ала аламын. Ол үшін сен уже навык алу керексің, теорияда бір, немесе өзіңмен жұмыс жасау керексің. Сол кезде ғана сен уже табыстарыңды өсіре аласың. Как раз таки өміріңде сол кезде уже мағынасыз осылай өтіп кете ма деген сөздерден уже кішкене мағына пайда болады адамның өмірінде. Сондықтан неден бастасам болады деген бұл кісінің сұрағына мен егер де қарапайым тілмен жауап беретін болсам, вот сол 6 айдың выпискасын алып, содан кейін өзінің дырасын тауып, ол дыраны енді эмоциялар жетпей жатқаннан кейін оны коуч маманымен немесе өзі түсінсін просто. Енді оны өзі жеңе алмайды, оны автоматтан жеңе алмайды. Бұл деген андай сияқты ғой, бір зависимость сияқты да, бір әрдайым адам бір тәуелділік қой енді. Мысалға мынандай бола ма, Құлан мырза, общий, допустим, бір ресторанда отырмыз, бір 5-6 адам ресторанда отырмыз. Мысалы, маған ешкім счет төле деп айтқан да жоқ, менен ешкім менің счет төлеуімді күтіп те отқан жоқ. Мен аламын да жаңағы соны төлеймін, и типа непонятный расходы деген осы секілді расход. Бұл непонятный расход емес, бұл полный понятный расход. Сіз кінәлі сезінесіз. Сізге өзіңізді бір қарыз сезінесіз. Сол уақытта бұл заттарды қарау керек. Негізі осы счет төлеу бойынша мен өзімнің инструкциямда бір алдағы бір подкасттарда айтып берсем болатын еді. Мен қалай қазір осымен өзім разбираться еткенім жайлы. Бұл чувство менде де болатын. Потому что бір жерде отқан кезде бір өзіңді қойшы деп төлей салу деп ше. Сосын сіз жаңа айттыңыз, норма мысалға миллион тап, 2 миллион тап, 5 миллион, 10 миллион тап, бірақ егер нормаң 500 мың теңге болса, оны асырма дедіңіз. Ал мына нәрсе ше, мысалға қазіргі коучтардың барлығын айтатын ақпараты, менторлардың айтатын ақпараты, сен бірінші нормаңды көтер. Мысалға сен бұрын жаңағы эконом-класс таксимен жүрдің ба, бүгін комфорт плюспен жүр, кеше мына жерден киіндің ба, бүгін мына жерден кейін, сонда сен көп ақша таба бастайсың дейді да. Ал сіздің айтуыңыз бойынша сен бірінші жаңағы нормаңды анықтап, содан асырмайсың, сосын көп ақша табасың дегенге алып келіп отырсыз да. Қайсысы дұрыс? Ғаниқан, бұл жерде давайте бір дұрыс деген мәселені алмай қойық, мынау дұрыс емес деген нәрсе. Тура сіздің айтқаныңыз бойынша мен жүргем көбінесе. И бұл мәселеде жүрген кезде менде қарыз болды. Менде 100 миллиондай қарыз болды. Егер де адам ол нәрселерге қарызбен жүргісі келсе өмірінде, пожалуйста, таңдасын. Есть экологичный, более нормальный путь. Шынымен қазіргі өзіңе келген ақшаны кәдімгідей, жыртылмай, қазақша айтқан кезде, жыртылмай, қалай бар, солай жаратып жүретін болсаң, сен уже жайлап, уже бағанағы комфортыңа мінесің бе, бизнесіңе мінесің бе, ол солай да. Біз андай сияқты ғой, Ғаниқан, адамдар бір өзінің бір ловушкасында қалып қалады да кей кезде. Мен сол ловушкада болдым. Бұл мынандай ловушка.
мысалы тек қана бизнес класспен ұшып үйреніп қалған адам, тек қана бренд киіп үйреніп қалған адам, тек қана қымбат сыйлық алып үйреніп қалған адам, тек қана мен осындай бір қымбат жерлерде жүрем деп үйреніп қалған адам, ол өзінің ловушкаға түсіп қалғанын білмейді. Ол через какое-то время уже одан түсе алмайды, потому что ол тек қана бренд киім қалған адам, ол уже простой киім киетін болса, простой дегенде бір там бренд емес киімді киетін болса, білмеймін енді қалай сондай бір киімді киетін болса, ол өзін біртүрлі сезінеді. Мен ондай ловушкаға апармайтын едім өзімді. Но бірақ мынандай да, мен өзімнің іс-әрекетімде өзімді еркін сезінгім келеді. Мен бренд киемін ба, бренд кимеймін ба, немесе мен таксимен жүремін ба, там бизнеспен жүремін ба, немесе автобуспен жүремін ба, мен өзім білемін. Ол это не значит, что мен ондай адаммын, иә. То есть мен негізі за свободу. Сондықтан осындай мәселелерді, осындай бір кеңестерді тыңдаған кезде мен ойымша абай болу керек, адам өзінің возможностьтарына қарау керек деп ойлаймын ше, өзім. Кей кезде ол андай да, мен за реальность больше. То есть за реальность деген нәрсе ол реалист қой кәдімгі. Ну, то есть болашаққа оптимистпен қарап, ой, мен бұны жабам ғой, мен қазір ойбай там мышление миллионер, ойбай мен қазір өзімді арттыру керек, мен осыны алу керекпін, осыны жасау керекпін деп алып артыңда там қарызың беліңнен асып жатса, там өзіңнің там жинаған ақшаң жоқ болып болса, несіне талтайып жүрсің? Несіне талтайып жүрсің? Онда сен алда просто қарапайым ғана өзіңнің қазір қанша ақша түседі, соған байланысты өмір сүруге болады негізі. Онда тұрған ештеңе жоқ. Мен сондай қазір методты өзім сондай бір сценарий таңдаймын. Иә, бұрында менде болатын адамдарға шынымен айтатынмын, ойбай там нелеріңді, нормаларыңды көтеріңдер деген сияқты. Мен қазір басқаша ойлаймын. Мен қазір более за реальность. То есть лучше перетерпеть, как бы бір шыдамдылыққа үйреніп жүрмін да қазір. Ну, там резко ала салып бір нәрсені жарата салу емес, немесе резко бір ақшаң келе ме, келмей ме, керек емес та. Қазір мен даже бір зат алатын болған кезде мен даже бүйтіп ойланатын болдым. Бұл затты мен 3 рет ала аламын ба? 3 рет ала аламын ба, сол кезде аламын да. Мысалы, шынымен бізде бар, бұны, по-моему, Сырымбек аға айтқан, адам там өзінің 10% табысына сағат алу керек, немесе 20% тек қана машина алу керек, там 30% тек қана бір үй алу керек. Мен енді ол проценттарын білмеймін енді. Бізде енді қарасаң кішкене қазір бір адамдарды бір рабствоға апаратқан сияқты бір заман болып кетті ғой. Бір өзінде болмаса да бір талтаңдап бір мен наны алып аламын, мен наны не қыламын деп. Мен недвижимостьқа келісемін енді. Мен недвижимость енді кішкене адамға бір чувство безопасности. Ол недвижимость тура сол ақшада сата алатын шығар кейін ше. Бірақ қалғандарының барлығы бір необоснованные траты ғой көбінесе. Енді лучше ол зависимостьқа барғаннан көрі мен лучше ойланатын едім, ол маған қазір неге керек болып тұр, мен қандай чувствоны жауып тұрмын деп ше. Сонда біреуге дәлелдеу ма, біреуге көрсету ма, өз-өзіңді күшті көрсету ма, бұның барлығымен лучше маманға барып, солармен жұмыс жасап, соны алып тастаған жақсы. Мен негізі Ғаниханым қазір нан түсіндім да. Вообще қазір мен атаққа, ақшаға, абыройға, немесе күшті болуға мен өзімді ұмтылмаймын. Неге ұмтыласыз? Мен керек емес ол нәрселер. Мен бақытқа ұмтыламын. Мен өзімнің бір миссияма ұмтыламын. А ол деген сөз мен біреуге қазір ұнау үшін жасайтын болсам, значит, мен біреудің ойына тәуелді болатын болсам, біреуге көрсетуге тәуелді болатын болсам, бұл наркотик, бұл ловушка. Өйткені сен өмір бойы содан шыға алмайсың. Сондықтан сенің өміріңде кішкене мән болу үшін сен өзіңе қарау керексің да. Вот көп нәрседен отказ беріп, сен менің өмірімдегі қазір задача қандай қазір да. Вот енді шындап алып келген кезде адам енді бақытқа ұмтылады, өзінің бір осы өмірде бір басқаларға бір қызмет етуге ұмтылады, беруге ұмтылады. Енді мен өмірімнің барлығын басқа біреуге дәлелдеуге өтетін болсам, бұл кәдімгі андай ғой, бір қақпан ғой. Иә. Сондықтан осы сұраққа мен жауап бере алдым деп ойлаймын. Енді бағанағы неден бастасам болады деген сұраққа, бағанағы 1 сағаттық ақшаңыз қанша теңге табасыз, соны хотя бы 50%-ке, хотя бы 20%-ке өсіруге ұмтылыңыз. Келесі карточканы ашыңыз. Окей. Адамнан берсеңіз.
Так. Так, давайте. Давайте мен өзім оқиыншы. Күйеуім дамығысы, өзгергісі келмейді дейді. Ештеңеге қызықпайды дейді. Ажырасқым келмейді. Бірақ көп ақша тапқанын, дамығанын қалаймын. Оны қалай ынталандырсам болады дейді. Көп әйелдің қыздар аудиториясының волі сияқты негізі осы нәрсе. Қазіргі қазақ қоғамындағы. Енді бұл қазақ келіндерінің айтатындайы бар, қыздарының айтатындайы бар. Өкінішке орай енді оның ішінде мен де бармын. Біз енді қазір еркектер кішкене майдаланып кеттік ше. Андай бір жауапкершілікті алу деген жағынан. Енді бұл сұраққа мен былай жауап бергім келеді. Өкінішке орай сіз күйеуіңізді өзгерте алмайсыз. Сіз қазір қандай курсқа барыңыз? Там білмеймін. Миллионер күйеуді тарттырам, оны қазір энергиясын өсірем деген. Бұның барлығы өкінішке орай өте үлкен бір мифтардың бірі. Мен наны айтқым келеді. Бірақ сіз өзіңіздің күйеуіңізге деген қарым-қатынасыңызды өзгерте аласыз. Сіз өзіңізбен жұмыс жасау арқылы өзіңізді өзгерте аласыз, сондықтан соның жанында сіздің күйеуіңізде өзгеруі мүмкін. Бірақ мен мына нәрсені білем. Кей кезде күйеулері хронический бір отырып қалған болады. Оларды өзгерту өте қиын болады кейбір күйеулерді. Но енді бұның жағдайдың өзінде бұл әйел түсіну керек. Егер де сіз осындай сұрақты қоятын болсаңыз, сіз страдаете, а муж ваш как бы кайфует. Кто страдает, тот работает. Значит, банкет сіздікі, сіз төлейсіз. Но күйеуіңізді солай өзіңіз бір сондай қарым-қатынас құрғансыз деп айтайыншы. Маған мұндай сұрақтар көп келеді. Мен күйеуімді сізге коучингке жіберсем қалай болады? Күйеуім дамысыншы деп ше. Егер де өкінішке орай, егер де күйеуім мені танымайтын болса, мен ол кісімен жұмыс жасамаймын. Өйткені ол андай сияқты ғой, бір мектепке баласын апарып, мына баламды оқытыңдар деген сияқты бір басылды. Енді шыны керек қазір Ғани ханым, дамып жатқандар, курсты көп алатындар, немесе коучингқа келетіндердің қатарында негізі қыздар көп. Қыздар көп. Еркек адам, оның бір эгосы бар боларын. Мен өзім білемін, не айтады, ол өзім дами аламын, мен өзім айтып беремін осындай деген сияқты заттар бар. Сондықтан енді бұл адамға тек қана дұға ете аласыз, мен ойымша. Одан кейін өзіңізді өзгертіп көруге тырысасыз. Сондықтан бұл сұрақты мен былай қоятын едім. Күйеуіме қарап, я страдаю. Ол, значит, мен айнам болып тұр. Что в себе изменить? Да. Мынау ғой, қараңыз, күйеуім дамығысы, өзгергісі келмейді дегенде мен былай ауыстыратын едім. Мен дамығым, өзгергім келмейді. Ештеңеге қызықпайды деген сөзді мен былай ауыстыратын едім. Ештеңеге қызықпаймын. Ажырасқым келмейді дейді. Мен ажырасқым келмейді. Бірақ мен көп ақша тапқанымды, дамығанымды қалаймын. Өзімді қалай ынталандырсам болады деп ауыстыратын едім. Мәссаған. Өте сол кезде, бұл кезде честный сұрақ болады. Енді біз кей кезде басқа адамға қарап тұрып, өзіміздің отражениемізді көретімізді кей кезде ұмытып кетеміз. Сондықтан бұл сұраққа әйел өзінің қарым-қатынасын өзгерту арқылы ғана әсер ете алады. Мырза, мысалға, айналаң сенің айнаң, именно күйеуің бірдеңең сенің айнаң деп айтады ғой қазір, барлық жағдайда сондай ма? Мысалға, бір айдаладағы менімен дәл қазір взаимодействовать етіп тұрған адам өзін ведет себя как полный мудак. Это означает, что я в любом случае я мудак или как? Или исключение бар ма? Әйтпесе, мысалға, үйтіп айта беретін болсақ, біз өзімізді андай ішкі бір самооценкамыз түсіп, бұтсып көтеміз ғой. Мысалға, бүкіл айналадағы адамдардың жақсы жаман әрекеттерінің барлығына біз өзімізді кінәлай беретін болсақ.
мысалы? Енді басқа вариант бар ма? Бұл ең дұрыс вариант ғой. Мысалы шынымен мені қазір бір адам лақтырып кетті. Бір адамға мен жұмыс бердім, ол мен ақшамды алды да мені лақтырып кетті, грубо говоря. Мен ана адамды кінәласам болады шынымен. Бірақ ана адам вообще не реагирует. Мысалы вообще қарамайды маған. Бұл уақытта, значит, менің проблемам. Мен бердім ғой бұны. Мен ғой ответственный. То есть адамдар өзіне қарасыншы, мысалы қазір армандарына жете ма, жетпей ма, просто қарасыншы, бүйтіп жазсын кәдімгідей. Мысалы задачалардың бәрін жазсын. Бұған кім ответственный? Егер де басқа біреу ответственность болса, сен жетпейсің ол нәрсе. Мен ғана толық жауапкершілік аламын ол заттар. Енді қалай басқаша, Ғани ханым айтыңызшы. Қазір мен егер де ана адамды кінәлап, оны кәмпаттан шығарсам болады, бірақ мен бердім оған, мен сенімдім ғой. Значит, мен оған тапсырманы дұрыс бермегем, может, ақшасын дұрыс бермегем, может, слишком большие ожидания менде, мен оған сеніп қалдым. Значит, не надо было так делать. То есть сол кезде мен өзімден іздесем, көп жағдайдың барлығында, бұл ең оңай жолы. Біздің көбінесе проблемаларымыздың барлығы мынандай да, мен күйім тамысын, күйім өзгерсе, бәрі нормально болып кетеді. Анау адам өзгерсін, сол кезде нормально болып кетеді деген бар да. Но бірақ өкінішке орай олай болмайды ғой, қалай өзгерте аламыз? Біздің барлығымыздың ішімізде бір андай не бар да, бір иллюзия бар да, добрый волшебникті күтеміз да. Добрый волшебник келеді, принц на белом коне келеді, бүкіл проблемаларын бәрін шешіп береді, менің өмірімді өзгертіп жібереді, осылай жасайды деп. Я жасасын, но бірақ добрый волшебникке очередь көп. Жете ма, жетпей ма, не факт. Жетпей ма, ойланыңыздар, добрый волшебник прям анда үйдің очередін күткен сияқты, вот говорят, там вообще не пробиться. Очередь, кәдімгідей үлкен екен енді, ол жерге очередь үлкен екен. Күтсеңіз болады, мүмкін болып қалатын шығар. Но күткеннен көрі адам өзінің бір нәрседен бастай берген дұрыс. Иә, өзімен жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Так, окей, мына сұрақ кетті. Опа, давайте. Депрессияға түсемін дейді. Себепті себепсіз ештеңеге қона алмаймын дейді. Не сезіп тұрғанымды түсінбеймін. Қалай өмірдің дәмін қайтара аламын дейді. Ана сұраққа ұқсайтын сияқты. Ақша жинай алмаймын деген. Енді қазір былай қоя болсақ болады, бұл сұраққа қысқаша жауап беру. Негізі бұл адам депрессияға әркім әртүрлі бір не береді, мағына береді. Менің ойымша депрессия бұл өз-өзіңе назар аударатын момент. Сен осы уақытқа дейін басқалардың айтқанымен, басқалардың бір иллюзиясымен жүріп келдің да, соның барлығы құлады өміріңде. Енді сен өз-өзіңе назар аударатын кез келді. Бұл как раз таки сенің денеңнің сигналы өз-өзіңе назар аудармағандықтан, өз-өзіңе қарамағандықтан. Сондықтан мен ойлаймын, бұл адам өзіне назар аудара бастау керек. Өзіне назар аудару деген не ол? Бұл өміріңде артығынан құтылып, керегін қалдыру. Оны былай айтсақ болады. Адам көбінесе артығынан құтылғысы келмейді. Ол қарсы тұрып алады. Жоқ, бұл дұрыс. Бұл осы ойым дұрыс. Бұл картинкам дұрыс. То есть бір ескісінен құтылғысы келмейді. Как раз таки депрессия, кризис, бұның барлығы бір жаңа келіп тұр өміріңе. Жаңа келіп. Бірақ сен кіргізбей тұрсың. Сен кіргізбей тұрсың, қарсыласып. Солай. И как раз таки депрессия деген зат, бұл сенің өзіңнің жолыңнан ауытқып кетіп, басқалардың айтқандарымен жүріп, солардың айтқандарына сеніп қалғаннан кейін, навигатор маршрут перестроен дейді. Тура сондай. Маршрут, значит, перестроен, сен өз жолыңа қайт. Яғни өз-өзіңе назар аудар деген зат қана. Болды. Толық жауап бере алдым ба? Ойланып отырмын. Неге? Мысалға, артықты
шығарып тастап керегін ғана қалдыр дейсіз ғой. Қалай сортировать етеміз оны? Мынау маған керек, мынау маған керек емес дегенді қалай сезініп түсінеміз, егер бізде навигатор сынып қалған болса? Навигатор сынып қалған бұрын, иә, шынымен. Мен ойымша біздің сезімдер, біздің эмоцияларымыз бұл біздің навигаторымыз ғой, ішкі навигаторымыз. Ол бізге қайда бұрылу керек, қалай жасау керек, соның барлығын айтады. Артығынан құтылу деген нәрсе бұл немесе ескіден құтылу деген нәрсе бұл бастысына фокус қою. Бұл деген сөз адам өткеніне артына қарамау керек. В принципе, адам со временем өткеніне артына қарамай үйренеді негізі. Бірақ ол кезде тым кеш бола ма? Сол да сұрақ. Мен ойлаймын, адам өмірінде бүкіл нәрсесін бәріне жете алмайды, қалаған нәрсесін бәріне. Ол бір затқа фокус қою керек, сол заттың түбін түсіру керек, бірақ айтқан кезде. Егер де ары бері бір жылтыраған заттардың барлығына ұмтыла беретін болса, бұл адам не ананы, не мынаны бір өндірмейді, қазақша айтқан кезде. Артығынан құтылу деген сөз бұл қарапайым ғана зат. Мысалы, мен кафеге барған уақытта мен су ішетін болсам, маған шөлімді қандыратын болсам, сусын бар, кола бар, сок бар, чай бар, кофе бар, көп зат вариант бар. Мен бәрін іше алмаймын. Қанша қаласам да бәрін іше алмаймын. Мен біреуін таңдау керекпін. Бұл деген сөз шынымен адам жоқ деп айта алуы. Негізі өміріміздегі ең күшті сөздердің бірі бұл жоқ деп айтатын едім мен. Не үшін? Білесіз бе? Потому что бізге кезінде айтты. Самое волшебное слово это рахмет деп айтты. Ят болат деген сөздер біз үшін бір волшебное слово болып кетті. Но самое волшебное слово бұл жоқ. Жоқ деген кезде сен, в принципе, айтасың жоқ дейсің. Болды. Сен өзің қалап тұрсың, жоқ деп айтасың. Мен жоқ деп айтуды үйреніп жүрмін қазір. Жоқ деп айтқан кезде сенің өміріңде автоматтан фокус пайда болады. Неге сен фокус аудару керексің? Мысалы, саған қазір шөліңді қандыру кезінде ресторанға барған уақытта сен суды таңдасаң, сен қалған 8 вариантқа жоқ деп тұрсың. Иә. То есть негізі артығынан отказ беру деген жоқ демен болады. Жоқ деп айтсаң, уже саған неге фокус қою керек екені анық көрінеді. Енді бізде прям андай болды ғой, бір ят болады, қой ят болады, анау бар, ананы отказ берме. Жоқ деп айтпа. Жоқ деп айтпа. Үйтіп өз-өзіңді көрсете берме деген сияқты. Ят болады. По идее, бедность бұл ұялудан тұрады. Ұялған адам сразу бедный болады. Мен енді ұялу деген тақырыпта мен біраз ашқым келеді, потому что маған келген адамдар шынымен андай сұрақпен келеді. Мен ұяламын дейді кәдімгі. Өзім көп байқап жүрмін, көп маған келетін адамдардың көбісі. Мен ұяламын, мен ашыңызшы. Кәдімгі белді кәсіпкерлер, ақша тауып жүрген адамдар, может там ақша таппайтыны бар, табатыны бар. Көбісі осы ұят болады. Потому что ұят боладың артында тоже жоқ деп айта алмау тұрды. Иә. Сондықтан ойлаймын, егер де кедей болғыларыңыз келетін болса, бәріне иә деңіздер. Бәріне иә деңіздер. Ешкімге отказ бермеңіздер. Ешкімге отказ бермеңіздер. Сосын ұялып жүріңіздер. И вот потом кедейлік вам обеспечен ба? А? Кедейлік вам обеспечен ба? Кедейлік дегенде енді шынымен бір ұяңдық, бір қарапайымдылықпен шатастырмайық, вот осындай нәрсе. Сондықтан ол кісінің сұрағына қысқаша кәдімгідей қазір бір резюме жасайтын болсақ, депрессия бұл саған өзіңнің өзіңе назар аударатын уақыт келді деген сөз. Екінші, өзіңе назар аудару деген сөз бұл артығынан отказ беру, ескіні жіберу.
артығынан отказ беру деген сөз бұл жоқ деп айта алу. Жоқ деп айта алу бұл артында шынымен смелость, бір өзіңнің өміріңді өзіңді таңдау, өзіңнің тағдырың, яғни жауапкершілікті сенде екенін сездіретін сияқты. тағдырыңның кілтін өзің қолыңа алу. Ну вот, сол кезде бұл адамның өз өмірінде кішкене уже мағына пайда бола бастайды. Маған бір сұрақ ұнап қалған еді. Мәселен, сіз по-любому тауып алдыңыз ғой соны, Хорошо, дайте. Отбасылық бизнесіміз бар дейді, табысты ата-анам бөледі дейді. Маған бұл жетпейді. Басқа жерде істесем осы жасап жүрген жерімнен бұдан 1,5-2 есе көбірек алатын едім дейді. Бірақ кейін бұл бизнес маған өтеді. Енді қазір не істесем болады? Осы бизнесте қалып көбірек жұмыс істейін бе, немесе жеке басқа жұмысқа кетейін бе дейді. Біріншіден, бұл адам үшін мен шешім қабылдай алмаймын. Бұл бірақ мен өзімнің көріп тұрғаным, немесе бұл кісінің орнында мен не істейтін едім, соны айтайын. Бірақ менің істейтін нәрсем, бұл адам өзінің өміріне примерять етпесін. То есть біздің сұрақтар носит информационный характер. Негізі мына кісіге маған бір коуч сессияға келу керек, потому что вот бұл бір индивидуально талқыланатын тақырып. Негізі Ғани ханым маған всегда айтады, Құлан мырза, давайте четко развернутый ответ берейік. Дұрыс па, дұрыс емес па дейтін. Но проблема в том, что мен негізі утвердительный жауап бере алмаймын. Ол әркімнің ситуациясы әртүрлі болады. Енді мына жерде бірақ ол утвердительный, осы жерде бір мәселенің басын ашып алайыншы, потому что мынандай нәрсе болады да, бұл дәл қазіргі сізбен екеуміз ортамызда болып жатқан подкаст, ол коуч сессияның форматы емес, иә? Носит информационный характер. Яғни, егер де сізбенен жеке жұмыс барысында формат басқа, иә, ол жерде сіз утвердительного характера жауап бере аласыз. Жоқ. Ол өзі жауап береді. Мен не үшін жауап беремін, Ғани ханым? Ол өзінің сұрағы ғой. Бұл адам өзі жауап беру керек қой. Бұл адам мен былай қоятын едім сұраққа. Егер де мына сұрақты мен қазір мына адам былай қойып тұр, былай қоятын едім бұл сұрақты. Қараңыз. Отбасылық бизнесіміз бар. Мен ата-анам бөледі. Яғни менің өзімнің еркіндігім жоқ. Бұл табыс маған жетпейді дейді. Мен басқа жерде істесем, 1,5-2 есе көбірек алатын едім деген сөз. Басқа жерге жұмысқа тұрайын десем, ата-анамды сатып кететін сияқтымын. Содан кейін, бірақ бизнес маған өтеді кейін, бірақ бұл деген сөз тоже бизнестан қазір кетіп қалсам, бизнестен айырылып қалатын сияқтымын. Енді не істесем болады? Андай көбірек жұмыс жасай берейін ба, немесе жеке жұмыс жасайын ба деген сөз. Бұл, грубо говоря, бұл адамның өзінің шешім қабылдай алмай тұруынан болады. Ол шешімді мен қабылдамаймын, бұл адамның өзі қабылдайды. Сондықтан мен бірақ бұл адамға не үшін шешім қабылдай алмай тұрғанын, қандай факторлар, қандай паттерндар әсер етіп тұрғанын көрсете аламын. Содан кейін адам өзі шешім қабылдайды. Негізі шешімді қабылдап беретін коуч болатын болса, ол коучтан қашыңыздар. Ол адам сенің өміріңді бір кілтін беріп тұрсын да, мен үшін шешім қабылдашы, мен үшін шешіп берші деп. Қалай ол? Қалай болады, Ғани ханым, ойлаңызшы. Қазір мен сізді аламын да, өміріңіздегі бүкіл шешімдердің бәрін мен сіз үшін қабылдасам не болады? Біраз уақыттан кейін сол адамды жек көресіз, потому что ол адам уже сенің өміріңнің кілтін өзінің қолына алып алған. Сондықтан бұл сұраққа бұл адам өзі жауап береді. Но бірақ мен былай айтатын едім да. Негізі әркім өзінің жұмысымен айналысқан дұрыс. Әркім өзінің жұмысымен айналысқан дұрыс. Негізі қарым-қатынас тақырыбында, кез келген қарым-қатынас тақырыбында отбасылы болсын, күйеуі мен әйелі болсын, немесе мамасы мен папасы болсын, барлығына айтатын едім. Әркімнің өзінің жеке несі болу керек, өмірі, жеке. Но егер де жеке өмірі болатын болса, ол адам уже отбасылық бизнесі де жеке-жеке болатын бет. Может там бөлу керек та. Может олар шынымен отбасыда ол бала ана ретінде қабылдай алады да, ал отбасылық бизнестерінде өзінің рөлі бар. То есть рөлдер ауысады да негізі. Сол рөлдерді дұрыс біліп алған жөн да. Бірақ не каждый же это умеет, да?
өте қиын ол нәрсені жасау. Ол рөлдермен шынымен ойнай алу өте қиын. Мысалы менде бір пример болған. Қараңыз, мысалы сіз бір отбасының келінсіз. Бір отбасының келінсіз. Ол жерде бір отбасылық жаңағыдай бір дүкен бар. Келінде сол дүкенге шығады. Жаңағы атасы да дүкенге шығады. Келіні бір нәрсе деп сөйлейтін болса, атасы оны мен келін мені сыйламайды деп ойлайды. Сол келін ананы аламайды, немесе арасында уже как бы бір келеңсіз жағдайлар орындауы мүмкін. Енді бұл нәрсені жасай алатын отбасылар да бар, мен көріп жүрмін. Шынымен рөлдерін четко бөле алады, четко жұмыс істей алады. Но былай қарағанда негізі бірге жұмыс жасау, отбасылық бизнесте бірге жұмыс жасау, бұл романтиканы, бұл бір сезімдерді кішкене өлтіретін сияқты. Егер де адамдар рөлдерін бөле алмаса. Лучше не надо. Мен лучше не надо деп айтып тұрған жоқпын. Просто жұмыс жасайтын болса, бұл адам негізі ата-анасынан бөлініп шығуға өзі бір жұмыс жасағысы келетін сияқты ғой, бірақ соған кішкене шешім қабылдай алмай тұрған сияқты ғой, сұрағына қараған кезде. Ол сұрақты солай қойған дұрыс еді да, лучше. Ұзақ бір сөзді жазғаннан көрші. То есть мына сұрақтың артында негізі адамның өзі болатын болса, мен қазір сұрақтармен біраз ашатын едім да. Но все-таки сұрақ андай однозначно бір ответ бере алмай тұрмын. То есть адамға да байланысты. Қалай болатын. Сондықтан менің жауабым примерно осындай. Осы сұрақтың авторы Құлан мырзаға бір коуч-сессияға келіңіз. Сұрақтың жауабы осы деп. Давайте тағы бір сұрақ бар. Бір сұрақты талдап бастайық. Окей. Продюсерім дейді, басында экспертпен 50/50 деп келісіп алғанбыз дейді. Бірақ продажадан соң долямды сұрасам, сен ештеңе істемедің, тек 30/70 болады деді. Продажадағы барлық прогрев, сценарий жазғанмын, қалай түсіндіре аламын дейді. Негізі кез келген іс қарым-қатынас қой. Кез келген іс қарым-қатынас. Продюсермен басында экспертпен 50/50 келісіп алғанбыз. Бірақ продажадан соң долямды сұрасам, сен ештеңе істемедің. Енді кейін нені өзгертіп тұр ғой енді. Там условияны 30/70 деп өзгертіп тұр. Бірақ продажадағы барлық прогрев, сценарийді мен жазғанмын дейді. Қалай түсіндіре аламын дейді. Қараңыздар, бұл жағдай негізі мен енді бұл жерде шынымен қазір продюсерін шақырсам, продюсерінен сұрасам, продюсер өзінің шындығын айтады. Экспертті шақырсам, ол эксперт өзінің шындығын айтады. Енді бұл бірақ жағдай негізі. Кез келген қарым-қатынас бұл апарып берумен тұрады. То есть мен не істей аламын, не ала аламын емес, не істей аламын деген сұрақпен туады да. Қарым-қатынастың негізі түрлері бар. Егер де қарым-қатынастан, мысалы мен қазір бір кірпіш қойсам, сіз екінші, мен мысалы алма егем мына жерге, сіз су құясыз. Мен жаңағы жерге тағы алма шыққаннан кейін бұтақтарын бұтайым, жәндік шөптерін жұлам. Сіз келесіз қайттан су құясыз, сіз де бұтайсыз. Сіз жаңағы бір астын әксеп, дәрілерін сеуіп, алманы егесіз. И получается, мен де берем, сіз де бересіз. И мен берген уақытта, сіз берген уақытта, екеуміз мына жерде қойып жатырық бүйтіп. Бізде алма ағаш өсіп шықты. Бізге бірақ нәрсе қалады. Только принимать, потому что алма гүлдеп шығады ғой. Алма жерге түседі. Хочешь, не хочешь, бізге алманы алу керек уже болды. Ол кезде бізде андай қабылдап алу керек та алманы. Көп қарым-қатынас надан туады да, өкінішке орай. Мына жерде әлі алма тау егілген жоқ әлі. Вообще егілген жоқ. Әлі дым жоқ мына жерде алатын. Бірақ мен алайшы дейді да. Эксперт те, продюсер де. То есть бұл қарым-қатынас негізі спор, вечный спор. То есть продюсердің де өзінің шындығы бар, мына жерде эксперттің де өзінің шындығы бар. Мен айтатын себебім, негізі екі адамда не істеу керек? Берем десе, мен не істей аламын, мен не бере аламын деп қоятын болса, уже сол кезде алынатын болады. Мынау жағдайда көбінесе бұл жерде спор болады, конфликт болады, солай да. Негізі ала берейін деген жағдайда уже адамда кішкене не пайда болады. Бір өзінің бір не от души да, мына жерде қараңыз, мақұл, эксперт пен продюсер, например, там 50-50 деп келісіп алады, бірақ анау эксперт келіспей тұр ол нәрсесіне, мынау там 30%-ке келісіп тұр, 70%-ке келісіп тұр.
И бұл жерде шынымен менің ойымша екеуі де алам деп тұрған сияқты да. Иә. Екеуі де алам деп тұр да. Мен де алам, продюсер де алам, эксперт те алам, продюсер де алам деп тұрған сияқты. Ол кезде бұл жерде әлі алатын ешнәрсе жоқ. Оның қалай бұл адам екеуі қазір келіп тұр. Бірақ намен болатын болса қарым-қатынас, кез келген қарым-қатынас. Мен больше берейші деп. Больше берейші, мен не бере алам деген кезде уже мына қарым-қатынаста уже кішкене по-другому болады. Және договор бы помог, да, в таких случаях? Ну, мен енді Ғанихам договор деген нәрсені тек көріп жатырмын. Мынау вообще классический запрос негізі. Маған да келген кезде көп продюсерлер, нелер, жаңағы жұмыс істеген адамдарда көбісін айтатыны, сол ақшаны бермей қой. Договор да бар қолында, ол не істей алады по-любому. Екеуі бір-бірінде не тұр ғой. Мейлі ал бір-бірімен қазір как бы жаңағы юристтермен бір нәрсе жасасын, но все-таки бұл екі адамда қазір алам деп тұрғаннан кейін ол жерден ешқандай нәрсе тұрмайды ғой. Бұл нәрсе кейінде қайталануы мүмкін. Лучше мен ойымша бере алам и өзіңіздің бергеніңізді шынымен юридически қорғап договорға отырып алу керек. Примерно осындай. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бізде уақыт болып қалды. Қорытындылап жіберсеңіз, осы жерде айдың соңындағы болатын ревизияны айтсаңыз. Кеше сіз сторисіңізде де айттыңыз. Бізде енді мен қазір енді біз Ғаниханмен қазір уақытын талқылаймыз. Біз енді бір 3 күндік бір Алматы қаласында ревизия деген бір менің өзімнің авторлық жобам бар. Соны біз қайталап жасағымыз келіп жатыр. Алдында біз 3 рет жасағанбыз. Сол ревизияны біз осы негізі ақпан айында ма көреміз. Қазір қалай болатын, қалай жасалатын. Сондықтан сол ревизияға дайын жүріңіздер. Бір көп емес, Ғаниханым, бір ары кетсе бір 100-150 адамға өткізсек негізі жақсы болып қалатын еді. Менде просто қазір бір ақпан айында обученияларым бар. Солардан келгеннен кейін ба, может, до жасап жүреміз ба, қазір залға байланысты көреміз сол нәрсені. Соған дайын жүріңіздер. Мен ойымша алғашқы қатысушыларға бір жақсы бір ұсыныс жасайық. Солай. Былай жасайық, осы жерге анкета қалдырып кетейік. Сол предзапись анкетаны, предзаписпенен қалдырып кетейік. Мен хабарласып, лично өзім ақпарат беріп шығатын болам. Және де сол анкетадағы именно адамдарға арнайы ұсынысты берейік. Болыңыздармен бірге. Жақсы. Онда ол неге төменге біз онда сайтты қойық. Толығырақ қандай ақпарат болады. И келесі выпусктарда біз ревизияны тоже толығырақ ашып көрейік. Қалай болатын, не болатын. Рахмет. Бүгінгі подкаст сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Каналға жазылып, лайк басып, комментарияларыңызды жазып отырыңыздар. Келесі шығарылымдарда кездескенше бар болыңыздар, бай болыңыздар.